Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 34-ші сабағы. Біздің жобамыз тақырыбы. Шежіре ағашын жасаймын. Шежіре дегеніміз не? Шежіре бұтақ, тармақ деген мағынаны білдіреді. Шежіреде халықтың шығу тегі мен таралуы баяндалады. Қазақ халқы балаға тек жеті атасының атын жаттатып қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, ел үшін жасаған ерлігі мен өнегелі істері жайында әңгіме еткен. Ел жұртының тарихын таныту арқылы баланы ерлікке, өз отанын сүюге, ата дәстүрін жалғастыруға баулыған. Жеті атаның өз атаулары бар. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Енді балалар төмендегі тапсырмаға назар аударыңдар. Бірінші тапсырма. Әкеңнің аты жөні кім? Атаңның ше? Арғы ата, төп ата, тек аталарыңды білесің бе? Білмесең, үлкендерден сұхбат ал. Ол үшін мынандай сұрақтар қой. Менің арғы атам кім? Төп атам ше? Тек атам ше? Екінші тапсырма. Бала, әке, ата, баба, арғы ата, төп ата, тек ата тізбегін пайдаланып, өз әулетінің шежіре ағашын жаса. Үшінші тапсырма. Оны сыныптастарыңа таныстыруға дайындал және бағала. Мінеки балалар, шежіре ағашын жасау үшін әуелі үлкендерден сұхбат аласыңдар. Оларға сұхбат барысында сұрақтар қоясыңдар. Арғы атам, төп атам, тек атам кім деп, е? Екіншіден, бала, әке, ата, баба, арғы ата, төп ата, тек ата тізбегін пайдаланып, өз әулетінің шежіре ағашын жасайсыңдар. Және оны сыныптастарымен таныстырасыңдар және бағалайсыңдар. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.